Сәлеметсіздер ме, құрметті жерлестерім? Мен Эдуард Черникелмін. Қазақстанда Семей облысы Үржар ауылында дүниеге келдім. Онда 20 жыл тұрдым. 40 жыл болды Қазақстаннан кеткеніме. Қазір Германияда тұрамын. Бірақ туған жерім Қазақстанның Үржарым ешқашан ұмытпаймын. Ол менен жүрегімде қалды. Жүзімден мен неміспін, жүрегімде мен әлі қазақпын. Ата-аналарым қиын соғыс жолдарда көрсеткен көмегі үшін қазақтарға дән риза болды. Мен әке туралы әдемі қазақша инде айтқым келеді. Оны менің бала кезімнен есіме сақтадым. Рұқсат па? Көп рахмет. Жас едім, өмір ерген ойламаған, күн ертең не боларын ойламаған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайда маған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайда маған. Жан әке шертіп сезім домбырасын, кеудемді қуанышқа толтырасын. Арманың асқарына ұлаш ұрсаң, алдыңда асқар тау сен тұрасың. Арманың асқарына ұлаш ұрсаң, алдыңда асқар тау сен тұрасың. Мен өзінің арнасымын, кім өлдір болса соның жолдасымын. Қуан сен, қуана бер, Акетайым, мен сені өмірінің жалғасымын. Қуан сен, қуана бер, Акетайым, мен сені өмірінің жалғасымын. Қуан сен, қуана бер, Акетайым.